Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен духовкада дайындалатын мини лепешкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Қамыры жұп-жұмсақ, өте ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамыр дайындауға кірісеміз. Електен өткізілген ұнымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Бір жұмыртқамызды жарып, және сұйық майымызды құямыз. Бірден тұз, қант және құрғақ ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоя тұрамыз. 1 сағаттан кейін қамырымызды осылай илеп, 50 граммнан өлшеп аламыз. Қаласаңыз граммын көбейтіп, үлкенірек лепешкаға жасасаңыз болады. Барлық қамырды бірдей етіп бөліп алып, қолымызбен осылай дөңгелетіп, бірдей формада дөңгелек шарик формасына келтіреміз. Барлық қамырымызды алдымен осылай илеп алып, кейін қолымыздың екі ортасына айналдыра отырып жасайтын болсақ, әдемі дөңгелек формасына келеді. Барлық қамырларымызды осылай пергамент төселген формамызға салып, бетін жауып 15 минутқа тындырамыз. 15 минуттан кейін қамырымыздың ортасын осылай ойық етіп аламыз, яғни лепешканың формасына келтіреміз. Барлығын осылай жасап алып, бетін жауып, 15 минут көтерілгенше қоя тұрамыз. Бір жұмыртқаны араластырып, бетіне жағып шығамыз. Бетіне кунжут сеуіп, 200 градуста 30 минут қызып тұрған пеште пісіреміз. Міне біздің лепешкаларымыз дайын болды. Қамыры өте жұп-жұмсақ, өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызды, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Қош сау болыңыз.